Сәлеметсіңдер ме? Қандай болды? Жарайсыңдар. Келіп мерге бір-бірімізге жылы тілегімізді айтып, оқу қызметіміздің алдында көңілімізді көтеріп алайық, иә? Кәні бәріміз кеп, дөңгелек болып тұра барайықшы. Кел абай, кел. Қол ұстаспайық қояйық. Сәл артқа. Жарайсыңдар. Кәні біз бір тал гүлді беру арқылы бір шоқ гүл жасаймыз балдар, иә? Бір-бірімізге жылы тілегімізді айтып. Жарайсыңдар. Кәні біз қазір шұғыладан бастаймыз, иә? Шұғыла жылы тілегімді айта қой. Жібекке сөйтіп гүлімізді береміз, иә? Кәні айта қой. Айта қой. Сен әдемісің. Сен әдемісің. Қосы Құрманбекке тілегімізді айта қояйық, иә? Екеуін қосып Құрманбекке береміз. Сен жақсысың. Ары қарай жалғастырамыз. Әдемісің. Ары қарай. Береміз. Сен тәртіптісің. Рас. Сен жақсысың. Жақсы. Әдемі қыз, иә? Жарайсыңдар балдар, қара. Біз бір тал гүлден бір шоқ гүл жасадық, иә? Сол сияқты біз бір-бірімізге көмектессек, біз де осы гүл сияқты әдемі болып жайқалып өсеміз, иә? Кәні орнымызға отыра қояйық, балдар. Әдемі болып отырамыз. Балдар, біз жаңа топқа бөлініп алдық, иә? Бірінші қызғалдақ тобы, екінші топ сарғалдақ тобы, иә? Біз бүгін гүлдер туралы мәлімет береміз. Кәні әдемі болып отыра қалайық? Болдық па? Балдар, бізде қазір жылдың қай мезгілі? Көктем мезгілі, иә? Бізде жалпы бір жылда неше ай бар? Бір жылда неше ай бар? Өте жақсы, 12 ай бар, иә? Қанша мезгіл бар? Шатаспай, қанша мезгіл бар? Қанша мезгіл бар? 4 мезгіл бар, өте жақсы. Әр мезгіл қанша айдан тұрады? 3 айдан тұрады, иә? Міне, бұлай айтқанбыз, 4 мезгіл, әр буынымыз 4 мезгілдің 3 айы, иә? Бізде қазір көктем мезгілі екен. Біз көктем мезгілі екенін қалай білдік? Себебі құстар жер жақтан ұшып келеді. Иә, өте жақсы. Сарғалдақ тобы жақсы жауап беріп жатыр, жарайсыңдар. Тағы да көктем мезгілі екенін қалай білдік? Жерден нелер шықты? Гүлдер шықты, көгалдар шықты, талдар не қылды? Бүршік атты, гүлдер атыр, иә? Өте жақсы. Біз көктем мезгілі екенін содан білдік. Көктем мезгілінің айларын атай аламыз ба? Бірінші қай айдан басталатын еді? 3 ай ғой, дұрыс. Бірінші айының аты біз не тойлайтын ай еді? Наурыз, өте жақсы. Бірінші аналар мейрамын тойлаймыз, одан кейін наурыз мейрамын тойлаймыз, иә балалар? Екінші айы қазір бізде сәуір айы. Енді қараңдар. Мен қазір банка әдісі бойынша сұрақ қоям сендерге, иә балдар? Сол сұраққа қалай жауап береді екенін, сол арқылы сендердің білімдеріңді білеміз. Осы уақытқа дейін өткен білімдерді пысықтап математикалық сұрақтар бар бұда, және жаңағы таным бойынша жаратылыстанудан табиғат туралы сұрақтар болады. Ойланып дұрыс жауап берейік, иә? Осы уақытқа дейін өткеніміз оларды біз білуіміз керек, балалар, иә? Жарайсыңдар. Қараңдар. Кемпір қосақта қанша түс бар? 7 түс бар, өте жақсы. Бірінші бізде сарғалдақ тобы бірінші жауап берді. Біз гүлге көбелек қондырып бағалап қояйық, балдар, иә? Жарайсыңдар. Енді жұлдызда неше бұрыш бар? 5. Тезірек жауап берейік, бізде қызғалдақ тобы, иә? Сарғалдақ тобы екінші сұраққа жауап беріп қойды. Енді қараңдар.
жасады. Бізде 5 қоян болды. Бізде тағы да қызғалдақ тобы, сарғалдақ тобы жақсы жауап берді. Балдар ойламайды, сендер де әлі бірде көбелек гүлге қонбады. Енді қараңдар, бөлменің 4 бұрышы бар. Иә? 4 бұрышында әр бұрышта тоқтатындағы бір мысықтан отыр. Ол бір мысыққа 3 мысықтан қарап отыр. Қанша мысық? 4. Өте жақсы. 4 бұрышта 4 мысық отыр. Ол бір мысыққа 3 мысықтан қарағанда 4 мысық болады. Өте жақсы балалар. Бізде қызғалдақ тобы жақсы жауап берді. Бізге бір көбелек қызғалдақ тобына қонды, иә? Жарайсыңдар. Тыңдаймыз. Жануардың 2 оң аяғы, 2 сол аяғы, және 2 артқы аяғы, 2 алдыңғы аяғы бар. Сонда жануарда қанша аяқ бар? 4, иә? Дұрыс, өте жақсы. Жарайсыңдар. Қызғалдақ тобы да сарғалдақ тобына жетуге шамалы қалды, иә? Өте жақсы, жарайсыңдар. Екінші көбелек қонды гүлге. Орманда, тыңдаңдар. Орманда емен ағашы өсіпті. Оның 3 бұтағы бар. Әр бұтағында 5 алмадан бар. Ағашта неше алма бар? Жоқ. Себебі ол емен ағашы ғой, иә? Емен ағашында алма өспейді. Жарайсың, Құрманбек. Өте жақсы, біз сарғалдақ тобына тағы бір көбелек қондырдық. Енді қараңдар. Бос стақанда неше жаңғақ бар? Жоқ. Себебі өзі аты айтып тұр, бос стақан деп, иә? Жарайсыңдар, қызғалдақ тобына бір көбелек қонды. Енді қараңдар. Алдарымыздағы гүлге қарайықшы, балдар. Алдымыздағы гүлдерге қарайықшы. Бәріміздің алдымызда гүлдің суреті тұр, иә? Бұл жерде ненің суреттерін көріп отырсыңдар? Дала гүлі және үй гүлін көріп отырмыз, иә? Дала бізде жалпы гүлдер 3-ке бөлінеді екен. Дала гүлі, бақша гүлі және үй гүлі, иә? Жауап берейік. Дала гүліне нелер жатады? Дала гүлі. Қараңдаршы міне, дала гүлі. Біз қазір ғана бір-бірімізге жылулық берген бұл дала гүлі, иә? Қараңдар. Енді бақша гүлі дейді. Бақша гүлі міне. Сирен және алдымызда тұрған міне. Гүлдер, ғимараттардың алдына салынады, иә? Міне, әртүрлі гүлдер. Міне, нарғыз гүлі және сол сияқты гладиолус дейді, сондай гүлдер, бақша гүлдері. Ал жаңа айттық, дала гүлдеріне 5 жұлдыз гүл, қызғалдақ, сарғалдақ, батпақ, дала гүлдері балдар, иә? Енді бөлме гүлдеріне білесіңдер ме? Қараңдар, бөлмеде табиғат қоршында да гүлдер тұр балдар, иә? Осы гүлдердің бізге беретін пайдасы қандай? Бізге не пайдасы бар екен ол гүлдердің? Бізге қандай пайда береді? Бөлме гүлдері. Өте жақсы. Бізге таза ауа береді, иә? Бізге лас ауаны өзіне сіңіріп, бізге таза ауа береді екен. Өте жақсы балалар. Енді және тағы не үшін қоямыз оны? Не үшін қоямыз тағы? Сәндік үшін, иә? Сәндік үшін де қоямыз. Енді қазір біз жаңағы рафт әдісі бойынша гүлдің табиғаттың суретін салайық, жалпы, иә? Сарғалдақ тобы жапсырады, қызғалдақ тобы жапсырады, сарғалдақ тобы гүлді салып бояйды. Кәдімгі бұл топпен жасаймыз, иә? Бәріміз біреді. Осы жерге келіп, бер жақындаңдар, келіп. Кел, бәріміз осы жерге келейік, өйткені неде баланың нелерінен кедер болып қалады. Біз ромашка гүлін жасаймыз, иә? Келеді. Сәл мынау орындықты тартайық, сонда арасына кіріп тұратындар, кейін қырлай қыламыз. Тұршы. Кейін тұршы. Кел, неге кіріп тұрыңдар? Бәріміз жан-жақтан жасай береміз. Біз кесіңдерші бері. Бәріміз біз мақта шименен краскеге батыру арқылы гүлдеп тұрған ағашты және бақшаны суретін саламыз. Суды төгіп қоймай,
Sel partan açayıp balдар araga kirip dursun. Kemlerge kirip durak balдар. Kel, biraz kele bal. Ağaçtan dönüyor. Ne bulat ne ballar? Onur bulat ya. Kazmıyor. Бірлесіп жасаймыз. Өте жақсы. Бірінші біз ағаштың несінен бастаймыз балдар? Дінінен, е? Міне, на. Шубы. Тұрып, ағаштың дінінен жасаймыз. На тұр. Нан қайта-қайта батырып алып, сулап жасай береміз. Sen жасылды çapraktan kafasını su boyayabilirsin. Жарайсыңдар балалар, бәрін қоңыр. Өте жақсы. Тез-тез жасай қояйық балалар. Жасай. Жарайсыңдар енді. Жасай қояйық.
тобын жасап болып қойдық та, сарбалтақ тобы. Бізге тезірек болуға әрекет жасайық болды. Жарайсың. Қазір осыны шығарып, өздерің қорғап қайтасыңдар. Sen aşağıya götür şimdi. Bu etlet var. Жарайсыңдар, біздің сарбалтақ тобы да болып қалды. Шамалап қалды. Şoğak şahımaya. Жарайсыңдар балалар, кәні біз салған суреттерімізді көрсетейікші. Өте жақсы, бұл ромашка гүлі, көктем гүлі, е? Өте жақсы жарайсыңдар. Сендер не салдыңдар балалар? Көктем, е? Қандай керемет, жарайсыңдар балалар, өте керемет. Қандай жақсы балдар, отыра қойыңдар балдар, жарайсыңдар. Кәні ортаға шығып, бір серікту жасап алайықшы балалар. Біз шаршап қалдық, е? Кәні қатар тұра қаламыз. Кәні шар баспаймыз. Қазір мен алдарына жеке жұмыс сурет берем. Біз сарбалтақ тобы. Сарбалтақтың суретін бояймыз. Саусақпен, саусақ әдісі бойынша, тірез әдісі бойынша саусақпен бояймыз. Ал сендер қызғалдақты бояйсыңдар. Қазір мен сендерге суретті берем. Жеке ора бір не ала қояйық. Biz kızılмен қызғалдақты бояймыз. Біз өзіміздің тобымыз сарғалтақ болғандықтан, біз алдымызда тұрған міне сары қызғалдақты демек, осындай етіп сарымен, жапырағы жасылмен бояп шығамыз, е балалар? Саусақпен атқа. Аяғына балалар. Sularını verin. Aldarım ala boyunda. Tınıştalamız. Mine iki vara su. Biz kızılmen, kızıltakmen, savsak arasını boyayız. Ne oldu? Kızılga savsağımızı batırıp Tınıştalamız. Biraz kraskımızda aşağı kaldığımızda biz sarı ya. Ne? Sarıға саусағымызды батыру арқылы бояймыз. Суға батырып қолдарыңды саусақпен. Әдемі шығармай.
ya balдар. Öte жақсы суға батыр, каспий батыр. Өте жақсы жапырағы жасыл ой, жарайсың кәр. Қызымыз. Sonra çeksin. Çaprağını jasmine koyuyoruz. Tez tez. Жарайсыңдар. Суlarına al. Bunu da saçın yanına. Sulardan kollar ya. Sudan sıyırıyor. Öte жақсы. Onlardan kalsın su. Abi bu. Olgunlar mı? Жарайсыңдар. Ben bulsak kolumuzu sürtüyor koyayım. Şimdi kolumuzu sürtüyoruz. Oldu. Ben kayıt oldu. Biz oldu. Жарайсыңдар. Сағалтақ тобына көбелек қондырдық. Сүт шығайық мı? Бәріміз сүт ішкен алып. Kolumuzu sürtüyor koyayım. Aldırma koyasın da beni alalım. Жарайсыңдар балалар. Енді әкем жасаған жұмысымызды тақтаға іле қояйықшы. Қатармен ілеміз. Біреумен ілсек болды. Тазын ешікпей қалды. Ортасына біреумен ілді. Болды. Әкел, аятты әкеле сал. Әкел. Жарайсың. Өте жақсы. Керемет.
Сендер өте керемет балаларсыңдар. Тыныш отыра алайық. Жарайсыңдар. Біз енді балалар қазір қима қағаз мозаика арқылы отырамыз кәдімгі. Енді біз қазір екі топтан бір қыздан шақырып, гүлдің егілу тәсілін бәрімізге көрсеттіңдер, иә? Кәне, келе ғой, Бибінұр мен Айым келіңдер. Мен сендерге таныстырып жіберейін. Бірінші, гүл тамырдан басталады. Көрдіңдер ме, иә? Тамыр, саба, одан кейін жапырақ. Одан кейін олар гүлдейді, иә? Кел, бер жағына өте қойыңдар. Иә, текстеп алдық. Енді тармамызбен сәл-сәл бетін тармалап текстеп жіберейін. Өте жақсы. Енді қараңдар. Неден кішкентай шұңқыр қазып алып, отырғыз. Иә. Кәні? Күрекпен? Иә, өте жақсы. Жарайсың. Кәні, балдар кеп көрейікші? Кеп көрейік. Міне, бізге Айым мен Бибінұр гүлдің егуін көрсетті, иә? Бұған енді азғантай су. Өте жақсы балдар. Су құямыз, иә? Иә. Ойларың жетпей жатыр ма? Өте жақсы.